Ассаляму алейкум қыздар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен балдай нәзік балды торт жасаймыз. Егер медовый торттарыңыз, балды торттарыңыз ұқсамай, осылай жұмсақ болып шықпай жүрсе, дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан жүректеріңіз жаулап алатындай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Ол үшін алдымен балымызды осындай ыдысқа салып аламыз. Мен үнемі осы банкідегі арзан балды қолданамын, бірақ керемет шығады. Үстіне майымызды салып, орта отта, қатты емес отты жай немесе орта отқа қойып, осылай майды до конца ертіп аламыз соңына дейін. Осылай май толық ерігенде көпіршігі шыға бастайды. Сол кезде ас содасын салып жіберіп отты өшіріп, осылай тоқтамай араластырып тұрамыз. Сол кезде көпіршігі басылады. Міндетті түрде тоқтамай араластырып отырыңыздар, немесе тасып кетуі мүмкін. Ал енді бөлек ыдысқа жұмыртқаға қант салып, массасынан 2-3 есе ұлғайғанша миксерлейміз. Міне осылай массасынан 2-3 есе ұлғайып аппақ болуы қажет. Ал енді үстінен жаңағы еріп тұрған балды қоспамызды саламыз. Толық араласқанша тағы да бір миксерлеп жібереміз. Міне осылай толық араласуы қажет. Иеленген ұнымызды саламыз. Ұнды салған соң миксерді қоспай жатып осылай шамалы араластырып алыңыздар, себебі бірден миксерлесеңіздер ұн шашырап мазаңызды алуы мүмкін. Ұнды да толық осылай араласқанға дейін жақсылап миксерлеп аламыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ, тек ұн араласса болғаны. Міне біздің тестамыз дайын, яғни қамырымыз осындай болып шығады. Жаюдың қажеті жоқ. Пергамент қағазға салып, диаметрін 24 см етіп, әр қоржға 3-4 ас қасықтан салып, 4 ас қасықтан салсаңыздар болады. Осылай жұқалап бір тегіс етіп шайып шығамыз. Алдын ала қыздырылған пеште қызартып пісіріп аламыз. Өте тез піседі, ары барса 5-7 минуттың арасында піседі. Сол үшін міндетті түрде пештеріңізге қарайлап тұрыңыздар. Міне осындай жұмсақ әдемі қорж шығады. Ал енді кремін дайындаймыз. Салқын творожный сырға салқын қантты салсаңыздар болады. Қантты салқындату үшін холодильникке 1,5 сағатқа салып алуға болады. Екеуін осылай жақсылап араласқанша миксерлейміз. Ұзақ уақыт миксерлемейміз, ары барса 40 секунд. Осылай миксерлеп алып, салқын, яғни мұздай холодильниктен жаңа шыққан сливкиді құйып, тағы да миксерлейміз. Қыздар, сразу айтайын, сливкиді құйғаннан соң ұзақ уақыт миксерлеуге болмайды. Қоюланған соң сразу тоқтату керек, осылай өзінің формасын ұстаса болғаны. Егер миксеріңіздің скорысы менікіндей жақсы болса, ары барса 3-4 минутта осылай қоюланады. Ұзақ уақыт миксерлесеңіздер, сливкилеріңіз іріп кетуі мүмкін. Ал енді бірінші коржын қойып, бетіне қаратып, крем-корж етіп жинап шығамыз. Бұл тортқа бұл кремді қолданбасаңыз, заварной крем қолдануға да болады. Кез келген креммен өте дәмді шығады, бірақ сливкимен бір рет болсын жасап көруге кеңес беремін, өте дәмді шығады. Маған қатты ұнайды. Осылай крем-корж етіп жинап шығамыз. Негізі менде барлығы 7 корж шыққан болатын. Мен соның 6-ын жинап, біреуін оформление үшін үгіттім. Ең бетіне жұқалап қана жағамыз. Егер достар, видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қазақша контенттің дамуына бірге үлес қосайық. Үгіткен коржымды осылай әдемілеп, шеттеріне дейін толық жағып шығамыз. Біздің тортымыз осындай биік әрі өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Сіздерге де дәл осылай жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанар.